Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні бір сахабасымен, досымен отырған кезінде тұрады да жанындағы ағаштан екі шыбық сындырып алып келеді. Бұл бізге сабақ қой. Сонда шыбықтың біреуі түзу, біреуі қисық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қисық шыбықты өзіне алып қалады да бөтенін, түзуін қасындағы досына береді. Сонда сахаба айтады: "Я Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, түзу шыбықты алуға сіз лайықтысыз ғой менен гөрі" деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керемет сөздер айтады. Мынау дүниеде екі адам бір-ақ сағат достасса да, бір сағат дос болғандар дейді, ақыретте Алланың алдында сұралады дейді, бірін-бірінің ақысынан, бірін-біріне қандай жақсылық істеді, қандай мәміледе болды, бірін-бірінің ақысын өтеді ма деген сияқты бір сағат дос болғандардың өзінен сондай сұрақтар алынады дейді. Және Алланың алдында сүйкімдірегі досына милосерден деп айтады ғой, жұмсақ, мейірімді досымен екеуінің ішіндегі жақсырағы дейді, досына жұмсақ сөйлегені дейді. Хасан аль-Басри деген ғалым кісі өткен, сол кісі айтады, өте білімді кісі. Қияметке дейін ол кісінің кітабын адамдар оқып тауыса алмайтын шығар, Алла біледі. Сол кісі айтады: мұсылмандардан, тақуалардан, намаз оқушылардан, Құдайдан қорқатындардан достарыңды көп қылыңдар. Өйткені ертең қияметте олар бірін-бірін іздейді дейді. Бірін-біріне шапағат етеді мұсылмандар. Бір топ мұсылмандар, жәннат тұрғындары жәннатқа кірген кезінде тоқтап қалады дейді. Кейін барып айтады екен: Алла тағала бәрін біліп тұр, бірақ сұрайды екен, періштелер арқылы сұратады екен, неге тоқтады олар, біліңдерші деп. Сонда олар айтады дейді: біздің мынау дүниеде, жалған дүниеде бір досымыз болған еді. Бізбен бірге жақсылықта бірге болған, осындай құлшылықта бірге болған. Біз ол кісіні жәннаттан көре алмай жатырмыз деп. Сонда жаңағы Алла тағала айтады екен: онда барыңдар. Не деген мейірімді ана адамдардағы, Алла үшін деген нәрсе ғой. Сонда Алла тағала айтады: мен сендерден де мейірімдімін. Тозаққа барыңдар да өздерің танитын, жүрегінде кішкентай болса да иманы бар адамдардың, достарының бәрін шығарып алыңдар деп айтады екен. Осы сөзді айтқаннан кейін жаңа Хасан аль-Басри деген кісі айтады, жылап, көзіне жас алып қалады, айтады: достарым, өзінің шәкірттеріне айтады: егер жәннатқа кіре қалсаңдар, мені ол жақтан көрмей қалсаңдар, сұраңдаршы мен жайлы. Бәлкім мен тозақта болып қалсам, ал мен кірсем, мен сендер жайлы сұраймын дейді. Сол үшін ағайындар, Алла разылығы үшін дос болайық, иншалла. Алла сіздерге екі дүниенің жақсылығын берсін. Алысап бардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолда білсін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса дауыл, мен үшін болып кеткен туған бауыр досым, досым. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім, мұңайғанда тауып берер әр себебін, сырласуға маған тек сен керегі досым. Заманында өзіміздің көрдік талай, қанша рет жыртылса да кері жамай, сағынамыз сол кездерді қазір қалай досым, досым. Сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолда білсін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса дауыл, мен
сүйенишим болуп кеткен тууган бауыр досум досум. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім, мұңайғанда тауып берер әр себебін. Сырласуға маған тек сен керек досым. Заманында өзіміздің көрдік талай, қанша рет жыртылса да кері жамай. Сағынамыз сол кездерді қазір